Тамақтың миға әсері. Ми денсаулығын өзгертетін революциялық кітап. Сіз өз миыңызды тамақ арқылы жақсарта алатыныңызды білесіз бе? Күнделікті тұтынатын тағамдар сіздің ойлау қабілетіңізге, көңіл күйіңізге және ұзақ мерзімді ми денсаулығыңызға тікелей әсер етеді. Бұл видеода көмірсулар мен қанттың миға зияны, дұрыс тамақтану арқылы альцгеймер, депрессия, бас ауруларынан сақтану, миды қорғайтын супертағамдар қарастырылған. Бұл ғылыми деректерге негізделген революциялық зерттеу. Тыңдаңыз және өміріңізді өзгертіңіз. Қазіргі тамақтану ми үшін қауіп. Доктор Дэвид Перлмутер әйгілі невролог және зерттеуші. Ол қазіргі заманғы тамақтану жүйесінің миға қаншалықты зиянын тигізетінін дәлелдейді. Негізгі проблема көмірсулар мен қант. Қазіргі адамдар тым көп көмірсулар, нан, макарон, тәттілер, картоп тұтынады. Бұл инсулин деңгейін көтеріп, мидағы қабыну процестерін тудырады. Альцгеймер, Паркинсон, депрессия, есте сақтау қабілетінің нашарлауы бұның бәрі дұрыс емес тамақтанудан басталады. Ғылыми факты. Альцгеймер бұл 3-ші типті қант диабеті. Ғалымдардың айтуынша, қант пен көмірсуларды көп тұтынатын адамдарда альцгеймер қаупі 4 есе жоғары. Қанттың миға әсері, ақырын жүретін у. Сіз күніне қанша қант жейсіз? Сусындарда, нан өнімдерінде, жемістерде жасырын қант өте көп. Күнделікті бір банка газдалған сусын, мысалы Кока-Кола, Фанта, 10 қасық қантқа тең. Мидың негізгі жауы қант. Жасушалардың қартаюын тездетеді. Депрессия, мазасыздық мидың шаршауын арттырады. Жадыны әлсіретіп, ойлау қабілетін төмендетеді. Бұның шешімі қант пен көмірсуларды мүлдем азайту немесе толықтай тоқтату. Глютен ми үшін жасырын қауіп. Глютен деген не? Ол бидайда, қара бидайда, арпада кездесетін ақуыз. Көптеген адамдар глютенді көтере алмайтынын білмейді. Глютеннің зияны: ми тұмандығы, адам тез шаршайды, ойы шашыраңқы болады. Бас ауруы, күйзеліс, есте сақтау қабілетінің әлсіреуі. Альцгеймер мен Паркинсон ауруын тездетеді. Сол үшін глютеннен бас тартыңыз. Ақ нан, макарон, фастфуд бұларды тұтынуды тоқтатыңыз. Орнына табиғи өнімдерді, жұмыртқа, көкөністер, жаңғақтар, зәйтүн майын қолданыңыз. Майлар мидың ең жақсы досы. Көп адамдардың ойынша май зиянды болып табылады. Бұл үлкен қате түсінік. Мидың 60% майдан тұрады. Сапалы майлар ми үшін отын. Миға пайдалы майлар: авокадо, жаңғақтар, әсіресе жаңғақ пен бадам, балық майы, омега-3, зәйтүн майы, жұмыртқаның сарысы. Қызықты факт: омега-3 жетіспейтін адамдарда депрессия мен күйзеліс деңгейі жоғары болады. Сондықтан майдан қорықпаңыз, дұрыс майларды көбірек тұтыныңыз. Кетогендік диета мидың ең жақсы қорғанысы. Доктор Перлмутердің кеңесі: көмірсуларды барынша азайтып, майлар мен ақуызға көшу. Кетогендік диета миды жас, сау әрі сергек ұстайды. Кето диетаның артықшылықтары: инсулин деңгейін төмендетеді, мидағы қабынуды азайтады, есте сақтау қабілетін жақсартады, депрессия мен күйзелісті азайтады. Бұрын миы тұманданып, энергиясы аз болған адамдар кето диетаға көшкен соң өздерін 20 жасқа жасарғандай сезінеді. Ұйқы мен физикалық белсенділік миды қорғаудың тағы 2 жолы. Жақсы ұйқы ми үшін маңызды. Егер сіз күніне 6 сағаттан аз ұйықтасаңыз, миыңыз қалыпты жұмыс істей алмайды. 7-9 сағаттық терең ұйқы ми жасушаларын қалпына келтіреді. Физикалық белсенділік мидың табиғи стимуляторы. Жаттығу кезінде BDNF бөлінеді. Бұл зат ми жасушаларын жасартады. Күніне кемінде 30 минут серуендеу миыңызды қорғайды. Сондықтан ұйқыңызды реттеңіз, күнделікті физикалық белсенділікке уақыт бөліңіз. Миды сау ұстаудың 5 алтын ережесі. Қант пен көмірсулардан бас тартыңыз. Глютенді диетадан алып тастаңыз. Миға пайдалы майларды көбірек жеңіз. Кетогендік диетаны қолдаңыз. Ұйқы мен жаттығуды ұмытпаңыз. Бұл өзгерістерді өміріңізге енгізсеңіз, миыңыз 10-20 жылға жасарады. Дэвид Перлмутердің тамақтың миға әсері тек кітап емес, өміріңізді өзгертетін ғылым.
бүгіннен бастап миыңызды дұрыс тамақтанумен қорғаңыз. Бұл ақпарат пайдалы болса, видеоны бөлісіп арнаға жазылыңыз.